Так, саламатсыздарбы окуучулар, кванттык физиканын бизнес сабагын жалгастырайык. Бирден эсептерди чыгарып баштайбыз. Так, берилгендерine карап чыгайык. 96 эсепте эмне берилген? Так, биринчи кубат бар бизде, потом бар пак бар, убакыт бар. Сосын токун узундугу және де кванттар санын табуу керек n-да. Так, жакшы. Бирдестен формуласын жазып чыгайык. Өзүбүзгө керектүү формуласы бул жерде бизде так фотон энергиясынын формуласын ашамыз. E тең hc бөлүнгөн лямбда и көбөйтүлгөн n. Арга e'нин өзүн ассак болот. Ол бизде пайдалуу кубаттын, яғни жарык кубатынын, именно жарыкка кететін кубаттын убакытка көбөйтүндүсү. Одан соң мына жерде бизде hc n бөлүнгөн лямбда бар. Пайдалуу кубаттын өзүн ашамыз. P так пак көбөйтүлгөн убакыт тең hc n бөлүнгөн лямбда. Бул жерден n чыгара саламыз. N тең болот бизде. Так, P так пак убакыт көбөйтүлгөн лямбда бөлүнгөн hc деймиз. Дәл осы формула менен эсеп чыгарсак, жооп бизде 5 көбөйтүлгөн 10-ның 18 дәрежеси чыгады экен. Так, ары менен карай 97 эсепти карайык. Бул жерде бизде эсептин берилгенде токун узундугу бар. Так, потом убакыт бар. 1 секунд сайын деген, әр секунд сайын. Так, фотон саны бар. Кернеүү бар, ток күчү бар, және де пак табуу керек. Бул формулада пакты карапайым формула менен тапсак болот. Астында бизде IUT, үстүндө бизде энергия, фотон энергиясы, яғни hc n бөлүнгөн лямбда көбөйтүлгөн 100% бар мына жерде. Так, бул жерде орундарына коятын болсак, дұрыстап hc n астында IUT көбөйтүлгөн лямбда деймиз да. 100% деп эсепти чыгара берет экенбиз. Самандардын орундарына дұрыс коятын болсак, бизде приблизительно 0,04% чыгат. Яғни мына нускадагы жооптардын эч кайсы дұрыс эмес. Дұрыс жооп бизде 0,04% чыгуу керек деймиз да. Арга жалгастыра беребиз. Так, келеси. Сурактарга бирдестен көчөйүк. Кетирилген кубустардын кайсы жарыктын кванттык табигатын көрсөтөт деген сурак. Фотоэффект обычный сурак, яғни кез келген квантка катыш нерседин баардыгын биз дәл осы фотоэффектпен жооп берет экенбиз. Келеси, аталган параметрлердин кайсы фотоэффектинин кызыл шекарасын аныктайт дейді. Жакшы. Так, бул суракка келет болсак, фотоэффектинин кызыл шекарасын аныктайтын ол бизде тек гана B деген нуска, яғни тек 2 дегенге келемиз. Катодтун заты гана бизде фотоэффектинин кызыл шекарасын аныктайт деп жооп берет экенбиз. Так, төмөндө келтирилген шамалардын кайсы фотоэффектинин кызыл шекарасын аныктайт деген сурак. Тагы да дәл осы суракка келип отурмуз. Так, бул жерде бизде тагы да B нускасы, яғни катод затынын касиети деп жооп берет экенбиз. B нускасы бул жерде. Демек, тагы бир кайталап өтүү керек. Квантка катыш нерселердин баардыгы табигатын көрсөтөн фотоэффект. Фотоэффектинин кызыл шекарасын аныктайт ол бизде катод заты. Ал то же самое сурак келүү мүмкүн. Шекарасын аныктайт деп, кээ бир жерлерде катод заты дейт, кээ бир жерде бизде катод затынын касиети деп белгилейт экенбиз. Так, жакшы. Эң келесі бөлүккө келейик. Бул жерде бизде эсеп. Алюминий үчүн электрондун чыгуу жумусунун потенциалы берилген. Так, 24 эсепте U бар. Так, потом алюминий электрондордун чыгуу жумусун табуу керек дейт, A'ны табуу керек дейт, Потом бизде тагы да Q'ни берип коя салыпты. Жакшы. Өтө карапайым эсеп сыяктуу. Электрондордун чыгуу жумусун кабай табабыз. Эгер бизде тек гана кернөө берилет болсо, тең U менен таба салат экенбиз. Так, орундарына коюп чыгайык. 1/6-ны так келемиз да 425-ке көбөйтө саламыз. Сонда бизде чыгат 6/8. 6/8 10-ның минус 19 дәрежесі джоуль дейміз да, ары қарай кете береді екен. Жауапты нұсқасы. Так, келесі 25-ші есеп. Магний үшін электронның шығу жұмысының потенциалы берілген. Осы материалдың бетіне тоғын ұзындығы 590 нанометр жарық түседі. Бұл жағдайда фотоэффект болады ма, әлде болмайды ма деген сұрақ бізге келіп отыр екен. Жақсы. Жазып өтейік. Бірінші потенциал бар. Так, потенциал. Жұмысының потенциалы 3,69 вольт. Так, тоғын ұзындығы беріліпті 590 нанометр, да? Сосын бұл жағдайда фотоэффект бола ма деген сұрақ қойып отыр екен бізге. Жақсы. Не істейміз? Логичный сұрақ, аны таба саламыз. Бірінші E көбейтілген U мен шыға сала, тағы да 3,69-ға келеміз да, электронға көбейте саламыз. Электрон зарядына 1,6 шыға ма? Сонда 5,9 шығады екен. 5,9 ба? 5,9 шығып тұр менде. 9
көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі шығады екен. Да? 19 джоуль деп қойық. Енді қызыл шекара деген нәрсе бар бізде. Сол қызыл шекараға кептіріледі бұның барлығы. Так, қызыл шекарасы дегеніміз не деген сұраққа келейік. Ол дегеніміз А тең H бөлінген лямбда. Мынау бізде қызыл шекара деп аталады. Красная граница. Осы жерден лямбдадан табамыз. Ол лямбда неге тең болады? H бөлінген А-ға тең болады. Сонда орындарына қоятын болсақ, 663 көбейтілген 3, 19-89 үстінде. Мен бірдестен көбейтіп жатырмын. Сан мәндер минус 26 шығады. Астында 5-9, 10-ның минус қанша? 19 дәрежесі бола ма? Жақсы, неше шығады сонымен? 19-89 кеп 5-9-ға бөлеміз. 3-37 деген сан мәнін алып отырмын. 3-37, 10-ның минус қанша дәрежесі болады? 7 дәрежесі бола ма? Немесе бұл не деп айтсақ болады? Мынаяқтағы красный границамыз, және қызыл шекараның несі бізде бұл 337 нанометр болып тұр дегенді білдіреді ғой. Так, дәл осы жерде енді бізге бұл жерде келейік, 25-ші есептің жауабы бізде қайсысы болады? Так, қызыл шекарада бізде 337 нанометр шықты, да? Ал бізде берілген неміз, қайқа кетті, берілген тоқын ұзынымыз 590 нанометр болды. Енді сұрақ мынандай. Бұл жағдайда фотоэффект бола ма дейді? Жоқ деп жауап береміз. Неге? Өйткені красный границадағы тоқын ұзындығынан мына тоқын ұзындығы бізде үлкен болып тұр. Сол себептен жауап жоқ деп жауап бер дегенбіз. Демек, қызыл шекара дегеніміз не? Қызыл шекара бойынша біз лямбда 0 табамыз ғой. Осы бізде тоқын ұзындығының қызыл шекарасы деп аталады. Яғни бодан аспау керек бізде тоқын ұзындықтары. Осыдан аспайтын болса, онда фотоэффект құбылысы болады деген сөз. Егер асып кететін болса, фотоэффект құбылысы болмайды деген сөз. Түсінікті ғой да? Ал енді жиілікке қатысы келетін болсақ, жиілікте наоборот, нью 0-дан керісінше нью бізде үлкен болу керек фотоэффект болу үшін. Ал егер нью кішкентай болып қалатын болса, онда фотоэффект болмайды деген сөз. Түсінікті ғой? Осындай айырмашылықтары бар екен. Келесі сұрақ 8 сұраққа келейік. Фотоэффект құбылысы байқалмайды дейді. Қандай жағдайда? Жаңа ғана айтып өттік, фотоэффект құбылысы байқалмайды егерде қызыл шекарадағы тоқын ұзындығынан мына тоқын ұзындығы үлкен болатын болса, демек жауап Б нұсқасы деп кете береді екенбіз. Келесі, егер күмістің бетін жиілігі 8-14 дәрежесі герц жарықпен жарықтандырғанда фотоэффект байқала ма дейді. Ол В0-ден үлкен ба деген сұрақ. В0 бізде неше болып тұр? В0-іміз бізде 10-3, да? 10-ның 14 дәрежесі болып тұр ғой, герц. Ал В-мыз одан аз болып тұр, демек В0-ден қарағанда В0 В-дан үлкен болып тұр деген сөз ғой. Түсінікті ғой? Енді бұл жерде біз қалай түсінеміз? Фотоэффект құбылысы байқалмайды дедік, егерде бізде жаңадай тоқын ұзындығы бойынша бастапқы тоқын ұзынан қызыл шекарасына тоқын ұзындығынан бізде не дедік? Мыналар үлкен болса, фотоэффект байқалмайды дедік. Фотоэффект байқалады, егер мынау лямбдадан 0 үлкен болу керек лямбдадан. Ал жиілікте бізде керісінше қалай болады онда? Нью 0 дегеніміз ол ньюдан кішкентай болу керек қой, фотоэффект байқалу үшін. Ал енді егерде нью 0 бізде наоборот ньюдан үлкен болып қалатын болса, онда фотоэффект байқалмайды деген сөз. Бізде мынау сол ситуацияға келіп тұр, сондықтан жоқ деп жауап береміз, себебі В0 дейміз, В-дан үлкен дейді. Жауап С нұсқасына келіп тұр екен. Дәл осыны анықтап кете береді екенбіз. Келесі 10 сұраққа келейік. Пластинадан жасалған пластинканың жиілігі берілген, жарықпен жарықтандырғанда фотоэффект байқалма дейді. Салыстырайық, В0-ден қарағанда В үлкен болып тұр. Да? В0-ден қарағанда В үлкен болып тұр. Сол үшін бізде фотоэффект құбылысы байқалады дейді. Деп жауап береміз, себебі В0-ден үлкен Б нұсқасы болады екен. Келесі 11-де мыс пластинканың тоқын ұзындығы 350 нанометр жарықпен жарықтандырғанда фотоэффект байқалама дейді. Жаңа айтып өткендей, лямбдадан 0-ден қарағанда мына лямбдамыз бізде үлкен болып тұр. Сол себептен фотоэффект құбылысы байқалмайды дейміз де, жоқ дейміз. Себебі лямбдадан 0-ден лямбда үлкен Д нұсқасы болады екен. 12-ші есепте тағы берілген, лямбдадан 0-ден қарағанда лямбда кішкентай болып тұр. Сол себептен фотоэффект құбылысы бұл жерде байқалады. Себебі лямбдадан 0 лямбдадан үлкен дейміз де, А нұсқасы деп белгілеп кете береді екенбіз. Фотоэффект қызыл шегін анықтайтын формамыз қайсысы деген сұраққа келетін болсақ, 13-ші нұсқада бұл бізде С нұсқасы болады екен. Яғни нью қызыл табу үшін шығу жұмысын ашқа бөледі екенбіз. Фотоэффектің қызыл шекарасына сәйкес келетін тоқын ұзындығының формасына келетін болсақ,
екеуінің формасын жазып шығарсақ, а тең h көбейтілген new қызыл шекара болатын болса, ал мына жақта бізде керісінше h бөлінген лямбда қызыл шекара дейміз. Сонда бұның формасы бізде h-ны неге бөле салады екенбіз? a-ға бөле салады екенбіз. Сонда бұл қай нұсқаға келіп тұр бізде? Так, d нұсқасына келіп тұр дейміз да. 14-ші есепті аяқтаймыз. Дәл осылай бүгін нұсқа талдауды аяқтаймыз. Міндетті түрде каналға жазыңыз, комментарий жазыңыздар. Алдағы уақытта тағы да видео сабақтар шығатын болады.